Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Дана Асқарқызы және Данамен денсаулыққа каналы. Біраз уақыт болды. Сіздерден біраз үзіліс жасадым және де сол қолайсыздықтарды реттеу мақсатында бүгін көптен бері видео түсірмей, бүгін видео түсіргелі отырмын. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы жалпы өт жолдарының жалпы құрылысы. Одан бөлек ең маңызды тақырып өт толғанда не істейміз, қандай үй жағдайында көмектесетін дәрілерді қолдансақ болады, және шөптік дәрілер, яғни шығыс медицинасына сәйкес, одан бөлек қандай дәрілік препараттар осы өт жолдарының қоюланғанда, өт тас ауруы кезеңінде қандай емдеу жолдарын, тиімді емдеу жолдарын қазіргі видеомда айтатын боламын. Жалпы біріншіден өт дегеніміз не? Қазіргі видеода өт жолдарының жалпы анатомиясы қалай, оның құрылысы қандай, одан бөлек жалпы бұл өт жолдарының қызметі бұзылған кезде қандай организмде өзгерістер пайда болады, және де оған қандай факторлар әсер етеді, қандай лабораториялық немесе аспаптық зерттеу әдістері арқылы өт жолдарының өзгерістерін байқай аламыз. Және ең соңғысы, бұл тақырыптың ең маңыздысы, дәрілік препараттар емдеу жолдары болып табылады. Негізінен өт жолдарымыз, бізде өт негізінен жалпы организмде бауырдың астында орналасқан кішкене бір ағза болып табылады. Және де оның өттің жалпы өт қабы, өттің өзегі, яғни протоктар, яғни орысша айтсам, барлығы бар, және де сфинктерлері бар, яғни қазақша айтсақ тарылтқыштары, және осы арқылы бауырдан келетін өт қышқылдарын реттеуге қатысып отырады. Жалпы күніне негізінен өттің мөлшері 0,6 литр, яғни 600 миллилитрді құрайды қандағы. Одан бөлек организмге жалпы күніне бірнеше литр өт қышқылы дайындалып отырады, және де қан арқылы оның жалпы энтерогепатический циркуляция арқылы бұл өттің тек осы ғана кішкене бір бөлігі ғана қалып отырады. Негізінен өт көптеген қызметтерге жауап береді. Ол организмдегі май қышқылдарын ыдыратуға, мысалы организмге түсетін майлардың ерітілуіне, одан бөлек бейтараптануына, және кейбір токсиндердің ыдырауына жауап беріп отырады. Және де өтті алып тастайтын болсақ, онда организмде семіздік пайда болады, гормоналдық жүйеде өзгерістер болуы мүмкін, және де осы ұйқы безбен, 12 шекке тікелей қатысы, және де ең бастысы бауырдың қызметі бұзылады. Және осының нәтижесінде, бауырдың қызметі бұзылғанның нәтижесінде бүкіл организм зардап шегеді десек болады. Жалпы өттің құрылысы туралы айтылсақ осы болып табылады, және де негізінен организмде қандай жағдайда өзгерістер, яғни өттің қызметі бұзылады. Біріншіден, біз тұрақты емес тамақтану, әртүрлі уақытта тамақтану барысында өттің қызметі бұзылады екен. Мысалы, сіз күнделікті бір күні таңертең ішіп, немесе таңғы асты ішіп, немесе бір күні ішпей, немесе тіпті бір күні түскі асты ішпей, қысқаша айтқанда тамақтанудың күнделікті режимі бұзылатын болса, онда сәйкесінше өтте түсініксіз жайттар болады. Бізде организм өз-өзін реттеп отырады. Автоматизмдік қызметі бар. Егер де осы өзгерістерге сіз қарсы шығатын болсаңыз, яғни өзіңіздің режиміңізді дұрыстамасаңыз, өзіңізді әр кезде әрқалай ұстайтын болсаңыз, организмге түсінбейді, сәйкесінше ол жаңағыдай компенсация, декомпенсация сатыларын қоса бастайды. Сөйтіп өт қышқылы көп мөлшерде бөліне бастайды. Сіз бір күні тамақтанасыз, бір күні тамақтанбайсыз, соған байланысты бір күні мүмкін бұл адам көп тамақ жеп қояр деп ойлайды да өтіміз. Соның нәтижесінде өт тола бастайды. Сөйтіп жинала береді, ол ешқайда шықпайды. Тамақ жеген кезде ғана шамалысы ғана шығады, қалғаны сол өт қабының ішінде тұра береді. Ол өт қабының ішінде тұра берген өт, ол
застой болады, яғни толып қалады да, сәйкесінше ол қоюлана береді. Қоюланған нәтижесінде кейін ол жалпы сіз күнделікті өмірде де мысалы белгілі бір мысалы құм болсын, құмның өзін жинап мысалы балшықпен араластырып жинап қатырып қойсаң, кептіріп қойсаң қатып қалады да. Сол секілді өтте де сондай, яғни бір орында тұра бермейді ғой, ол сөйтіп жаймен қата бастайды. Сөйтіп кейін ол өт тасқа айналады, ішіндегі заттар тасқа айналып бастайды. Соның нәтижесінде өт-тас ауруы дамиды. Өт-тас ауруын дамуға жеткізгеннен кейін міндетті түрде жаңағыдай операция жасалатын болады. Екінші факторлар оларға темекі шегу, алкоголь тұтыну жатады. Алкоголь, біле білсеңіздер, бұл майлы гепатоз шақырады. Яғни артық майдың жиналуына бауырда себепкер болады. Және соның нәтижесінде біздің организмімізді май баса бастайды, дистрофиялық өзгерістер бола бастайды, сөйтіп семіруге бейім боламыз. Кейбір алкоголиктер, байқап отырсаңыздар, толық адамдарда көп кездеседі, және де жаңағыдай осы үрдістің нәтижесінде болып табылады. Және осы үрдістерді сақтамағаннан жаңағыдай организмде ауру пайда болады. Бұл өт-тас ауруы немесе застой желчи, ең бергісі холецистит, дискинезия, желчеварящих путей деген сияқты аурулар пайда болады. Және де осы аурулардың көрінісі қалай көрініс береді? Біріншіден бас ауру, бас айналу, ештеңеге зауық соқпайды, адамның жалпы шаршағыштық, энергия аз, осының барлығы бауыр өт қызметінің бұзылысының нәтижесінде дамитын клиникалық көріністер. Энергияның жоқтығы ең бастапқы көріністерге жатады. Одан кейінгі жалпы мысалы тамақ жеп отырасыз, немесе тамақ жегеннен кейін аузыңызға бір қышқыл дәм келеді. Осы қышқыл дәмнің келуі көп мөлшерде бөлініп 12 шекке қарай ауысады, және осы ауысқан нәтижесінде бізде рефлюкс процесс болады. Яғни ішкен жеген тамағымыздың бәрі қысыммен жоғары қарай шығады, и соның нәтижесінде біздің аузымызға қышқыл дәм келеді. Одан бөлек келесі қыжыл болуы мүмкін, және де одан бөлек мысалы оң қабырға астындағы ауру сезімнің болуы, және де дененің сарғаюы, осының барлығы жалпы өт қызметінің бұзылысы. Ең басты белгісі бұл приступ болады. Яғни приступ уже жаңағыдай өт-тас ауру кезеңінде пайда болады. Жалпы осы көріністерді байқасаңыз, немесе байқамай тұрып, мысалы арнайы тексерістерден өтсеңіз, өт-тас ауруын немесе өттің қоюлануын қалай білеміз? Әрине бұл аспаптық зерттеу, ультрадыбыстық зерттеу арқылы. Ультрадыбыстық зерттеу арқылы біздің өттен эхогенділігін, және де оның құрамындағы тастың қандай түрі екенін, қандай пішінде екенін, қандай көлемде екенін, тас болған жағдайда немесе іркілулер бар ма, өт қисайған ба, қисаймаған ба, соның барлығын біз жаңағыдай аспаптық зерттеу УДЗ арқылы біле аламыз. Ал лабораториялық зерттеу арқылы екінші бұл қан анализінен біз өттегі қабыну процестерін бар жоғын анықтай аламыз. Қабыну процестері болған жағдайда біз холецистит деп диагноз қоя аламыз. Енді мен ең қорытындылайтын бұл еміне қатысты біраз сіздерге кеңес айтқым келіп тұр. Бірінші, мен медикаментозды, яғни медикаментозды емес емге тоқталайын. Медикаментозды емес емде отырғанымыз бұл жалпы адам өзі жасай алатын, күнделікті ешқандай дәрі-дәрмексіз, қазір сау адамның өзі де жасауға болады. Яғни өт-тас ауруын алдын алу үшін. Бірінші, бұл калориясы аз тағамдарды ішу, гипокалорийный диета ұстану керек. Яғни ол жерде негізінен майлы тамақты әсіресе таңғы уақытта жеу керек, және де обед, яғни түскі ас, кешкі астарды барынша қысқартқан дұрыс. Одан бөлек көмірсуларды барынша азайту керек, белокты тағамдарды көбейткен дұрыс. Одан бөлек жаңағы шылым шегу, алкоголь тұтыну дегендерді барынша бас тарту керек. Және
бір қызығы кофені тұтыну бұл өттің қызметін жақсаруына жақсы әсер етеді. Бірақ кофені тек таңғы уақытта ішкен дұрыс. Өйткені түстен кейін немесе түсте кешке ішетін болсақ, бұл біздің гормоналдық системаға қатты әсер ететін болғандықтан, сізде ұйықтай алмау, кортизол гормоны көп бөлінеді, ұйықтай алмау, ұйқысыздық пайда болуы мүмкін. Сол үшін кофе ішуді әдетке айналдырған адам болсаңыз, тек таңғы уақытта ішкеніңіз абзалырақ. Және сізде артық салмақ болатыны анық, көбінесе өт ауыратын адамдарда. Соған байланысты сіз өзіңіздің салмағыңызды өлшеу барысында сол салмақтан 7-10%-ке дейін азайту керек. Оны процентпен шағып есептейсіз пропорция арқылы. Және енді келесі мен медикаментоздық ем, яғни дәрілік препараттар. Қандай препараттар ішкен дұрыс? Мысалы, сіз өте қатты приступ ұстап тұр, сізде шыдай алмай бара жатсыз, және де осы кезде сізге бір дәрі керек болады. Оған сізді дротаверин деген дәріні айтсам болады. Дротаверин бұл спазмолитик, яғни жаңағы ауру сезімін, спазмды басады, сәлде болсын. Және де осы дәріні тек бір рет қана ішіп қоймайсыз. Өзі 40 миллиграммын күніне 2 реттен 7 күн ішкен дұрыс. Және келесі холецистит диагнозы қойылса, немесе одан бөлек холецистит, яғни қабынулық процестер болуы мүмкін. Сол қабынулық процестер болған жағдайда диклаберл деп аталатын қабыну стероидты, яғни стероидты емес, қабынуға қарсы препарат тағайындаймыз. Яғни ол 75 миллиграмм 3 миллилитрлік ол бұлшық етке салынады. Бұлшық етке таңғы уақытта 5 күн үзбей салған дұрыс. Және де жалпы ферменттік жүйені асқазандағы дұрыстау мақсатында, ас қорыту жүйесін жақсарту мақсатында амепразол, протонды помпа ингибиторлар тобына жататын препарат, және оның қазіргі кезде түрлері өте көп, бірақ ең көп адамдарға тиімдісі бұл амепразол болып табылады. Амепразолдың 20 миллиграммын, яғни сыртында сіздерде доза жазылып тұрады негізінен. Егер түсінбесеңіздер, дәрігерлеріңізге айтыңыздар, дәрігерлеріңіз сіздерге жалпы түсіндіріп береді. Егер консультация керек болып жатса, бұл жағынан өзіме жекеге жазыңыздар, мен сіздерге анығын түсіндіріп, қалай ол екенін айтып беріп отырамын. Бұл жерде мен жалпылама айтып жатырмын. Бұл тамаққа дейін 30 минут бұрын ішкен дұрыс, 7 күн тоже ішу керек. Және де ең басты препарат бұл урсасан, немесе урсодезоксихоль қышқылы. Бұл өт қышқылдарынан жасалған препарат, негізінен өт қышқылдарын алмастыратын препарат дейінші жасанды жолмен. Және де ол негізінен урсасанды 250-лік, 500-лік миллиграммдық препарат түріндегісі бар. Және осы кезде урсасанды негізінен 12-15 миллиграммға есептеп килограммыңызға, сол килограммыңызға көбейтсеңіз, сіздің бір күндік дозаңыз шығады. Сол дозаны егер көп болып кетіп жатса, 2-ге бөліп ішкен дұрыс. Бірақ негізінен урсасанды ұйықтар алдын ішкен дұрыс. Себебі таңғы уақытта ішсеңіз, немесе түстен кейін ішсеңіз, сізде тоже өттің толып кеткен сияқты симптомдары болуы мүмкін. Сол себепті барынша ұйықтар алдын, жатар алдын ішіңіздер. Енді мен жаңағыдай шөптік дәрілерді айтайын. 2 шөптік дәрі бар. Оның біріншісі экстракт шиповника, қазақша итмұрын тұнбасы. Итмұрын тұнбасын 5 миллилитрлік күніне 2 немесе 3 реттен 4-8 апта аралығында қолдансаңыз болады. Ол экстракт шиповника негізінен аптекада йодтың нелерінің стакандағы сияқты ыдыстарда сатылып тұрады. Және де флавоноиды бессмертника. Ол негізінен қазақшасы салаубас флавоноиды деп аталады екен. Және де орысша түсініктірек бессмертника деген шөп бар. Және де оның 50-100 миллиграммын тоже 2-3 реттен күніне 4-8 апта қолданған дұрыс. Жалпы бұл шөп негізінен өт қышқылының өт тас ауруында, және де өт жолдарының аурулары кезеңінде, бауыр ауруы кезеңінде жақсы көмектесетіні тексерілген, зерттелген. Және бұл жаңағыдай
препаратты дейін ба, бұл шөп дәріні еш қорықпай ішсеңіздер болады. Ал жаңағы жоғарыда айтылып кеткен дәрілерді, медикаментозды препараттарды, әсіресе бұлшық етке салатын препарат болса, міндетті түрде проба жасаңыздар. Қазіргі кезде аллергия өте кең таралған, оны өздеріңіз де анық білесіздер. Осындай жағдайлар болмас үшін сақтаныңыздар. Немесе дәрігерлеріңізбен ақылдасыңыздар, немесе маған жазыңыздар. Мен тоже сіздерге кеңес бере аламын, және де осындай ауруларыңыз мазалап тұрса, көмектесе алатыныма сенімдімін. Сіздермен бірге болған Дана Асқарқызы, Дана мен денсаулыққа каналы. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына комментарийға жаза беріңіздер, мен сіздерге жауап беремін. Және де арнама тіркеліңіздер, ұнаса комментарий жазыңыздар, лайк қойыңыздар, және де сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Алдағы уақытта видеоларымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп қойыңыздар, және қандай видеоларды күткілеріңіз келеді, қандай видео түсіргенді қалайсыздар, оны да комментарийға жаза кетіңіздер. Мен сол тақырыптарда видео қозғауға тырысамын. Сіздермен бірге болған Дана, жалпы тәжірибелік дәрігермін. Келесі видеоларда жүздескенше сау болыңыздар.